Пандемия адам денсаулығымен қатар экономика, бизнес, халықтың әлеуметтік жағдайына соққы болды. Елде төтенше жағдай жарияланғанда қала тұрғындарының әл-ауқаты басты назарда болды. Қала бойынша 600 мыңнан астам тұрғын ең төменгі жалақы көлеміндегі жәрдемақы алды. Алматылықтарға төленген жалпы сома 33 миллион 580 мың теңге. Ал тұрмысы төмен 82.800 алматылыққа жәрдемақы төлеуге бюджеттен 2 миллион 33.800 теңге бөлінді. 6 мыңға жуық аз қамтылған отбасыға 3 миллионнан астам теңгеге атаулы әлеуметтік көмек көрсетілді. 1 жастан 6 жасқа дейінгі 7 мыңға жуық балаға жалпы сомасы 330 миллион теңге болатын азық-түлік себеттері таратылды. Одан өзге 64 мыңға жуық тұрғын аудандық әкімдіктер, Нұр Отан партиясы және Жаңа Алатау қоғамдық қоры арқылы азық-түлікпен және тұрмыстық заттармен қамтылды. Осындай көмек беріп атқан біз сияқты мұқтаж жандарға көмектескендеріңізге рахметімді айтамын, көп балалы ретінде.